Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 8 қарастырылатын сұрақтар: арамшөптермен күресудің биологиялық әдістерінің ерекшеліктері, сұңғыла мен жатаған көкекіре арамшөптермен күресуде қолданылатын қорғаныс тәсілдері, арамшөптермен күресуде қолданылатын биологиялық әдістің келешегінің мәні. Арамшөптермен биологиялық әдіспен күрес өте тиімді әдіс болып саналады. Бұл әдіспен салыстырып химиялық әдісті ол да тиімді, бірақ қоршаған ортаға тигізетін зияны өте көп. Химиялық әдіс арқылы күресу тиімді болып келеді және кеңінен қолданылады. Бірақ экологиялық тұрғыдан, яғни қоршаған табиғи ортаны қорғау жағынан алып қарағанда, оның көптеген зиянды жақтары бар. Сондықтан да кейінгі кезде ғалымдар арамшөптермен биологиялық әдіспен күресу жолдарын зерттеп, іздестіруде. Биологиялық күрес дегеніміз арамшөптердің табиғи жауларын, яғни насекомдарды, фитофакторды, ауру таратушы жәндіктерді, нематодыларды, саныраулақтарды, вирустарды, бактерияларды қарсы оларға пайдалануға болады. Мысалы, күнбағыс сұңғыласына қарсы фитомиза шыбыны қолданылады. Ол сұңғыланың 82-90% жояды. Кейінгі кезде арамшөптермен биологиялық әдіспен күресу жолдары біздің республикада кеңінен зерттеле бастады. Бұл бағытта Қазақстан ғалымдары Мариковский мен Иванниковтың жүргізген зерттеулерін атауға болады. Олардың зерттеулерінің нәтижесінде кекіре құртын республикамыздың солтүстік шығыс облыстарында кеңінен қолдануға болатындығы дәлелденсе, ал бүгін тәжірибе Қазақстан оңтүстігіндегі Жамбыл мен Алматы облыстарында жүргізілген өндірістік тәжірибелердің нәтижесінде қызғылт көкекіре зақымданғаны 90%-ға дейін анықталды. Ғалымдар Төребаев пен Шілдебаевтың мәліметтеріне қарағанда, Қазақстанда биологиялық күрес қызғылт көкекіре, ақ мия, егістік шырмауық, сары қалойын, күнбағыс сұңғыласы және басқа да арамшөптердің табиғи зиянкестерін ізденудің басталды деп мәлімет берілді. Мысалы, 1967 жылы профессор Мариковскийдің басшылығымен біздің республикада қызғылт көкекіреге қарсы алғаш рет биологиялық әдіс ретінде оның табиғи жауы кекіре құрты қолданылды. Ал осының нәтижесінде аталған арамшөптің 22% жойылып, ал 30% құрттардың жеуінен шіріп, өсімдіктердің дамып өсу қабілетін жойды. Республикадағы ең ірі қауіпті карантиндік арамшөп жусан жапырақты ойраншөп. Бұл ойраншөппен күресте басқа шаралардың ішінде биологиялық әдістің маңызы ерекше орын алады. Аталған арамшөпке қарсы фузариум ойраншөп жемір қоңызын қолданылады. Егістік шырмауыққа қарсы филотерета қоңызын, шырмауық қара күйесін, ал егістік қалойынге қарсы оның көк қанатты қоңызын. Егістік қалойынге тағы да қарсы тембілі қанатты урафора шыбынын қолдануға болады. Сондықтан арамшөптерді жою үшін кешенді шараларды қолдану арқылы аз еңбекпен қаражат жұмсап мүмкіндігі болады екен анықталды. Енді мына қорыта келіп айтқанда, арамшөптермен биологиялық тәсіл күресінің болашағы өте зор деп айтуға болады. Биологиялық әдіс арқылы күресу
ол жаңа дамып келе жатқан шаралардың бірі болып саналады. Сүңгуармен жатаған укекре арамшөптермен күресуде қолданылатын қорғаныс тәсілдері, арамшөптермен кешенді күрес шаралары көптеген ғылыми зерттеу мекемелері мен шаруашылықтардың тәжірибелері, арамшөптерге қарсы тек агротехникалық немесе химиялық, әйтпесе биологиялық күрес әдістерін жеке қолданудың тиімділігін болмайтындығын көрсетті. Сондықтан арамшөптерді жою үшін кешенді шараларды қолдану арқылы аз еңбек пен қаражат жұмсап, мүмкіндігінше оларды мол жоюға болатындығы іс жүзінде дәлелденді. Кешенді күрес шаралары арамшөптердің санын азайтуда және тіршілік қабілеттілігін төмендетуге елеулі әсер ететін күрес шараларының бірін ұштастырып жүргізуді айтады көптеген ғалымдар. Арамшөптермен күрестің кешенді шараларын бірі агротехникалық және фитоценотикалық шараларды ұштастырып жүргізу қажет. Бұл тәсіл пар танабындағы атпа тамырлы арамшөптерді, әсіресе қызғылт қалойынды жоюға жақсы нәтиже береді. Себебі парды жаз бойы бірнеше рет культивациялауға болады. Арамшөптердің басым көпшілігі жойылады. Ал жойылмай қалғандарын парға себілген күздік бидай тұншықтырып басып тастайды. Механикалық және химиялық күрес шараларын ұштастырып жүргізу арамшөптерін жоюға үлкен рөл атқарады. Танапты, әсіресе парды 1-2 рет культивациялау, содан кейін гербицид қолдану нәтижесінде арамшөптерді мол жоюмен қатар топырақты эрозиядан қорғайды. Бұл әсіресе республиканың ашық, желі күшті далалық аймағы үшін маңызды болып келеді бұл тәсіл. Ал тіпті агротехникалық, химиялық және фитоценотикалық әдістерді біріктіріп жүргізу одан да бетер арамшөптерді толық жоюға мүмкіндік береді. Арамшөптерге қарсы жүргізілетін кешенді шараларды ауыспалы егістерде жүргізсе, олардың тиімділігі тіпті жоғары болатыны анықталды. Арамшөптермен күресуде қолданылатын биологиялық әдістің келешегінің мәні. Арамшөптермен күрестің кешенді шараларының бір түрі ол агротехникалық және фитоценотикалық шараларын ұштастырып жүргізуі. Бұл тәсіл пар танабындағы атпа тамырлы арамшөптерді, әсіресе қызғылт қалойынды жоюда жақсы нәтиже береді. Себебі парды жаз бойы бірнеше рет культивациялағанда арамшөптердің басым көпшілігі жойылады. Ал жойылмай қалғандарын парға себілген күздік бидай тұншықтырып басып тастайды. Механикалық және химиялық күрес шараларын ұштастырып жүргізу арамшөптерді жоюда үлкен рөл атқарады. Танапты, әсіресе парды 1-2 рет культивациялау, содан кейін гербицид қолдану нәтижесінде арамшөптерді мол жоюмен қатар топырақты эрозиядан қорғайды. Бұл әсіресе республиканың ашық, желі күшті далалық аймағы үшін маңызды тәсіл. Ал тіпті агротехникалық, химиялық шараларды жүргізгенде арамшөптерді жоюда үлкен рөл атқарылады. Танапты, әсіресе парды 1-2 рет культивациялау, содан кейін гербицид қолдану нәтижесінде арамшөптерді мол жоюмен қатар топырақты эрозиядан қорғайды. Бұл әсіресе республиканың ашық, желі күшті далалық аймағы үшін маңызды болып келеді тәсіл. Ал агротехникалық, химиялық және фитоценотикалық әдістерді біріктіріп жүргізгенде одан бетер арамшөптерді толық жоюға мүмкіндік беретіндігі дәлелденді. Арамшөптерге қарсы жүргізілетін
кешенді шараларды ауыспалы егістерде жүргізсе, олардың тиімділігі тіпті жоғары болатындығы дәлелденді. Механикалық және химиялық күрес шараларын ұштастырып жүргізу арамшөптерді жоюда үлкен роль атқаратындығы айтылды. Енді танапты, әсіресе парды 1-2 рет культивацияласа, содан кейін гербицид қолданылса, нәтижесінде арамшөптерді мол жоюмен қатар топырақты эрозиядан да қорғайды. Бұл әсіресе республиканың ашық, далалық аймақ үшін маңызды тәсіл болып саналады. Ал тіпті агротехникалық, химиялық әдістерді біріктіріп жүргізгенде, одан да бетер арамшөптерді толық жоюға мүмкіндік береді. Арамшөптерге қарсы жүргізілетін кешенді шараларды ауыспалы егістерде жүргізсе, олардың тиімділігі тіпті жоғары болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.